Саламатсыздар ма? 21 сәуір күні сағат түскі 3-те бізде үйде интернет өшкен. Сосын қосылып қалар деп күттік. Интернет қосылмағаннан кейін 22 сәуір күні азанда Қазақ Телеком 165-ке звондадық. Ояқтағылар сағат 12-ге дейін бізден жөндеу жұмыстары жүруде, қосылып қалады деді. Қосылмады. Түсте хабарластық. 3-ке белгіленіпті деді. Қосылмады онда да. Сосын кешке звондадық. Сөйтіп оператор 165-тің сағат 11-ге дейін жөндеу жұмыстары, әлі ақау жұмыстар жүргізілуде деді. Ол қосылмады. Қазір сағат түнгі 1-ден 13 минут кетті. Интернет әлі жоқ, міне көріп тұрсыздар. 4-еу жану керек, 3 нүкте ғана жанып тұр. Айналайын, Қазақ Телеком үлкен байланыс мекемесіздер. Осы еліміздегі бүкіл осы байланыс желісін бақылап отқан мекемесіздер. Міне 2-ші күннен асып барадыр. Әлі ғаламтор жоқ. Біз Кентау қаласында тұрамын. Сейфуллин көшесінде. Неге осы мәселені сіздер шешпейсіздер? Сіздердің жақтан бір оператор, бір маман алдын ала хабарлап, звондап, осындай жөндеу жұмыстар жүреді. Шетелде сондай ғой. Бір жөндеу жұмыстар жүргізілсе, су өшіретін болса, жарықты өшіретін болса, осы телефонды өшіріп, болмаса ғаламторды өшіретін болса, хабарлайды олар да шетелде. Ескертулер береді. Міне, құрметті абонент, осылай өшеді бізде. Кешірім сұраймыз. Алдағы уақытта жөндеу жұмыстар жүргізіледі деп. Біз тұтынушымыз. Біз өзіміздің тұтынған затымыз үшін ақысын төлейміз. Мен де осы ғаламтордың интернет ақшасын төлеп қойған тұтынушымын. Енді бұл дұрыс емес қой. Қазақ Телеком басшылары, осы жауапты министрлік, ақпарат министрлігі, байланыс министрлігі, осыны мен ойлаймын қолға алу керек. Бұндай болмайды. Бұл бұрынғы ескі жүйені тоқтату керек. Жаңаша тұтынушыларға, не дейді, орысша айтқанда подход жасау керек. Тұтынушылармен байланысты жұмыс жүргізу керек. Сол айтайын деген.